Армысыздар атпалжандар. Сіздермен бірге мен Әли. Бүгін біз кезекті видеомызды түсіретін боламыз. Тамашалаңыздар. Бірінші сұрағымыз тарихтан. Қазақ хандығының кезінде қазақ халқы 1 миллионға жетті. Қай ханның тұсында? Қасым хан. Дұрыс, Қасым хан. Қасым хан ба? Дұрыс, Қасым хан. 1 миллионға жетті. Қазақ ханы оның кезінде халық саны 1 миллионға жетті. Тәуке хан. Тәуке ханға дейін. Тәуке ханға дейін. Қасым хан. Дұрыс, Қасым хан. Қандай хан? Қасым хан. Дұрыс. Келесі сұрағымыз. География пәні бойынша әлемдегі ең биік нүкте шың. Гималай тауында географияда мектепте өткеніміз бойынша Эверестте бар. Дұрыс, иә. Эверест немесе Джомолунгма деп айтылады. Иә. Эверест. Дұрыс. Қанша метр? 8840. Сәл жақындадың, иә, дұрыс. 8848. Әлемдегі ең биік шың. Гималай, Эверест. Дұрыс. Эверест шыңы немесе Джомолунгма. Иә. Хан Тәңір. Жоқ, одан да биік бар. Гималай. Гималай дұрыс, бірақ Гималай. оның шыңы қандай, ең биік шыңы? Эверест. Дұрыс, Эверест. Келесі сұрағымыз. Компьютерде отырған кезде, пернетақтада екі батырманы басқан кезде компьютер өшеді. Немесе терезе өшеді. Бұл қай батырмалар? Анау жоғарысындағы мен шетіндегі ма? Аттарын білмеймін. Бірақ бүйтіп көзбен білемін. Аты білемін. Alt F4. Alt F4. X. Мышканың сол жағын. Клавиатурамен. Alt F4. Alt F4 дұрыс. Монитор жабылады. Кез келген терезені жаба аласыз. Сол екі Крестик. Крестик. Ой, оны білмеймін. Төбесіне крестикті басам. Alt пен F4. А, Бірінші Alt басып, F4 бассаңыз сол жабылады. хорошо. Қай батырмалар? Өшіру. Қазақ өшіру батырмасы. Клавиатурада, пернетақтада қай кнопкаларды басқан кезде екі кнопканы басамыз. Сол кезде компьютер өшеді. Контурмен. Контурмен. Білмейді екенмін оны. Alt F4. Келесі сұрақ. Спорт бойынша бокс қай жылы заңды спорт болып саналды? Оны білмеймін шынымен. Ойша. Бокс па? 1971-деңе шығар. Или 61-деңе. Одан ертерек 1901 жылы. Оны білмедім шетсі. 1901 жылы. 1918 емес па? 17. Сәл жақындадың, 1901 жылы. 20 ғасырдың басында шығар. Иә, 1900-ден бері қарай. Соғыс, Ұлы Отан соғысына дейін. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін. дұрыс. Келесі сұрағымыз. Пингвин деген тіршілік иесі бар. Ол өзін құспын деп айта ала ма? Пингвин ба? Құсқа жатады. Құс болғанда енді қалай айтсам. Кәдімгі құстардың несі ғой, ол да құс сияқты, бірақ ұша алмайды, бірақ құс сияқты. Шалмайды. Енді жүретін солтүстікте мекендейтін не ғой? Иә. Бірақ біздің бұл сұрағымыз логикалық болатын. Пингвин сөйлей алмайды. Соны айта алмайды. Өзім ойымды айтып жатырмын, енді құс екенін. Дұрыс. Иә. Өзін құспын деп айта ала ма? Енді ұшпайтын құс, бірақ ол пингвин құстардың қатарына жатады. Бұл Иә. логикалық сұрақ болатын. Иә. Пингвин сөйлей алмайды. Иә.
иә құс па құс емес па Пингвин сөйлей алмайды. сұрақты дұрыс түсінбеген болса орысқа ұстап қойғансың. Пингвин өзін құс деп айта ала ма? Жоқ. Пингвин сөйлей алмайды ғой. Дұрыс. Пингвин сөйлей алмайды. Бұл логикалық сұрақ болатын. Рахмет сізге көп. Рахмет көп. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет сізге көп. Келесі кезекте әдеттегідей әлем жаңалықтары. Ыбырай даланың таза бұлағы кітабы жарық көрді. Еңбек ұлттың ұлы ұстазы Ыбырай Алтынсаринге арналған. Жинақтың тиражы 9000 дана. Оның 5000-і қазақ тілінде, қалғаны орыс тілінде басылды. Бұл кітаптың ішінде бұрын соңды жарияланбаған деректер де бар. Алматы кітап баспасының қызметкерлері ол жұмыс істеген ғимараттарды суретке түсіріп, ерекше картиналар жасады. Кітап ішінде QR код бар. Сол арқылы суреттің бейне нұсқасын тамашалауға болады. Сауд Арабиясындағы дипломатиялық корпуста Ambassador's Choice International Film Festival кинофестивалі өтті. Фестивальге Қазақстанмен қатар бірнеше елдер қатысты. Кинофестиваль аясында режиссер Ақан Сатаевтың Томирис атты қазақстандық көркем фильмі көпшілікке ұсынылды. Фильм жергілікті көрермендер мен дипломатиялық корпус өкілдерінің оң пікірлерін алды. Олар ең күрделі жауынгерлік, шабандоздық шеберлік көріністерінің ауқымымен орындалуын атап өтті. Және Томирис фильмін соңғы жылдардағы сапалы тарихи фильмдердің бірі деп атады. Джонатан есімді бауырмен жорғалаушы Әулие Елена аралына 1882 жылы сыйға тартылған екен. Ол құрлықтағы ең кәрі жануар болып есептелгендіктен Гиннестің рекордтар кітабына да енген. Губернатордың үйінде өтетін думанға онда тұратын барлық адам жиналады деп күтілуде. Және аралда 3 күн бойы тойланбақ. Джонатанға сыйлық ретінде тасбақа пішініндегі торт пісіріліп, оның өмірі жайлы анимациялық ролик көрсетілетін болады. Осымен кезекті бағдарлама өз мәресіне жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.